достар, қалдарың жақсы ма? Барша менің каналыма тіркелген көрермендеріме мың алғыс. Бүгінгі біздің қозғайын деп отқан тақырыбымыз жалпы программист деген кімдер және олар немен айналысады. Сол туралы тақырып қозғайтын болам. Менің каналымды алғашқы көріп отқан көрермендерім болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қызыл подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайктарыңызды аямаңыздар. Ендеше жалпы программист деген кімдер олар? Біздің қазақ елінің көп азаматшаларының ойлары бойынша әрине барлығы емес. Программист дегендерді былай түсінеді. Бір компьютермен жұмыс жасайтын адамды, немесе сол компьютерде бір нәрсені құрастыратын адамды, немесе интернетпен жұмыс жасайтын адамды, немесе біреудің соткасына бір нәрсені орнатып беруді деген сияқты осындай нәрселерді программистер деп ойлайды. Жалпы біліп алайық, программистер шын мәнінде олар тек кодпен бір бағдарламаны құру мамандарын, нағыз бір нәрсені құратын мамандарды программист деп айтамыз. Ал біреуге бір нәрсені жұмыс жасауды, жалпы интернетпен жұмыс жасауды олар программисттер емес, олардың өздерінің. Оларды жалпы қолданушылар деп атайды, пользователь дейді орысша. Ал программисттер немен айналысады? Олар әрине мынау IT саласының дамуымен қатар барлық нәрселер олар программада жасалады. Мысалға, өзіміздің осы жұмыс жасап отқан Windows-ты алатын болсақ, осы Windows-тың өзі қанша алгоритмнен, кодтан, программадан тұрады. Мысалға, сіз пускты бассаңыз, оған міндетті түрде не ашылу керек, код құрылған. Сіз рабочий столға бір папка создавать етсеңіз, оғанда программа құрылады. Сіз калькуляторды ашсаңыз, ол калькуляторды ашуға бір программа арқылы сізді жеткізеді. Ол калькулятордың өзінде атқаратын қызметіне жеке бір программа жасалған. Датаны, сағатты көрсетіп тұрады сізге, күнді көрсетіп тұрады. Оның әрқайсысына жеке-жеке ядродан тұрады. Сол әрқайсысын жеке-жеке Windows-қа программалар жасалатын. Программалардың түрлері көп жасалатын. Әртүрлі бағыттарда, әртүрлі салаларға арналған программалар өте көп. Жалпы интернетте жұмыс істейтін болсаңыз, браузерлер, олардың барлығы да программалармен жасалады. Медицинаға байланысты, құрылысқа байланысты арналған программалар өте көп. Әрқайсының өзінің атқаратын міндеттері бар. Әр салада IT саласы қазіргі таңда өте қарқынды дамып келе жатыр. Шет елдерінде білесіздер, үлкен компаниялар алпауытты осы IT саласының арқасында өте көп ақша табады. Қазіргі таңда программистердің заманы десек те болады. IT саласының мамандарының ішінде осы программистер өте жақсы ақша табалады. Мысалға, қандай тілдерде жұмыс жасайды? Көбінесе енді біздің қазақстандық нелермен айтатын болсақ, немесе қазір дамыған тілдер, олар енді Java, JavaScript, одан кейін веб-технологияға байланысты HTML, PHP, Python дейді, кете береді. Дизайнға байланысты Photoshop программалары бар, CorelDRAW кете береді. Сол сияқты тағы осындай программалар, AutoCAD дейді, үлкен Maya, 3D Max деген әрқайсының өзінің айналысатын программалары бар. Бірақ нағыз кодтармен осындай Python деген сияқты, JavaScript, HTML, Pascal, Delphi, Basic деген сияқты осындай үлкен танымал программалар бар. Осындай программалардың арқасында көп нәрселер жасайды. Базы даныққа байланысты программалар бар. О жақта да бір өзінің құратын мамандары бар. Сол себептен нағыз бір нәрсені жасап ойлап табатын маманды біз программист дейміз. Мысалға ретінде, бір мысал ретінде түсіндіріп кетейін. Мысалға, сіз соткеге қолданып отқан барлық приложенияларыңыздың атқаратын сол жерде жұмыс жасап жатқан сіздің көріп отқан нәрселердің бәрі олар әрине программалар арқылы жасалады. Девайстарға арналған, мысалы сағат, смарт часылар, сағаттар. Тағы да сол сияқты Android бағдарламасына алған барлық нәрселер осы программалар арқылы жасалады. Осыны ұмытпау керек. Мысалға, сіз программалар ойлап таба аласыз. Мысалы, бір сайт жасай аласыз. Өзіңізге керек электрондық оқулығы жасай аласыз.
немесе сіз Windows'та бат файл создавать ете аласыз. Мысалы, өзіңізге керек нәрсені программа арқылы өзіңізге айналдырып алуыңызға болады. Әрине, ол үшін кодты түсіну керек, немесе бір дайын кодтарды соны түсініп өзгерте алсаңыз, ол сіздің тоже еңбегіңізге жатады. Сіз кішкентай болса да үлес қосасыз. Енді айтайын дегенім осы, шатастырмау керек. Программистер олар кодпен бір нәрсені ойлап табатын адамдарды, бір нәрсені жасап шығаратын адамдарды программистер деп атаймыз. Қазіргі таңда программистердің заман десек те болады. Олар өте көп ақша табады. Егер сіз бір нәрсе ойлап табатын болсаңыз, оны патенттейтін болсаңыз, көп нәрселер жасауға болады. Біздің Қазақстанда да қазір қарқынды дамып келе жатыр. Әртүрлі приложениялар шығып жатыр. Мысалы, Каспий өзінің банк сферасында өздерінің программаларын ойлап тауып жатыр. Мысалы, Егов деген сияқты көріп отырсыздар, осында Android-қа байланысты әр нәрсе әр салада дамып келе жатыр. Айтайын дегенім осы, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ең бастысы, ұнаса лайктарыңызды басып, WhatsApp-тағы достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта осындай мамандықтарға байланысты форматта ұнаса, сіздерге қызықты IT саласына байланысты түсіріп тұрамын. Ең бастысы, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.